Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Отыра қойыңыздар. Бүгін бізде әдебиет сабағы. Атаулар туралы 3 сұрақ әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын болжайық. Бірінші сұрақ: поэзия падишасы, поэзия патшайымы атанған қазақтың ақыны кім? Қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ғой, әрине дұрыс. Ол Фариза ақын екен. Екінші сұрақ: поэзиялық туындыларды жазатын адам қандай адам? Ақын деп айтамыз, Жақсы. Үшінші сұрақ: белгілі өлшеммен, буын, буынақ, ұйқаспен жазылатын шығарма? Өлең деп аталады. Дұрыс. Яғни өлеңнің өзінің өлшемдері бар. Олай болса, сілтеме арқылы видеоға назар аударайық, сосын сабағымызды жалғастырамыз. Дара күндерімнің, нала түндерімнің серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде мен сені саялаймын. Біреудің күлкісін көріп, бақыттының түртісін көріп, шаттанып қалған шағымда жеткендей арман сағымға, қуаныштан дірілдеп денем, алдыңа күлімдеп келем. Ажалмен айқасқан сәтте қыршын жас көзілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдыңа лапылдап келем, жарылуға жақындап келем. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіммен қоштаспадыммен, күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенім үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау дағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең мен сені аялап өтем. Жақсы балалар, видеоны тыңдадыңыздар, назар аудардыңыздар. Қай ақынды көрдіңіздер? Фариза Оңғарсынованы көрдіңіз. Яғни бұл жерден біз сабақтың тақырыбын болжайтын болсақ, не түсіндік? Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Фариза Оңғарсынованың өлең мен сені аялап өтем деген өлең екен. Жақсы. Күннің жадын жазып, сабақтың тақырыбын жаза қойыңыздар. Өлең мен сені аялап өтем. Енді бүгінгі оқу мақсатына тоқталайық. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау, яғни троп пен фигура жақсы білеміз біздер. Сол айшықтау түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға береміз, және автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жасаймыз. Өлеңді енді өзіміз мәнерлеп оқиық, оқулықты ашайық, Сосын өлеңді оқып болғаннан кейін сатылай кешенді талдау жасаймыз. Кім бастап оқиды өлеңді? Жанерке? Дара күндерімнің, нала түндерімнің серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасық мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде мен сені саялаймын. Жақсы. Нұрлыбек? Біреудің күлкісін көріп, бақыттың түртісін көріп, шаттанып қалған шағымда жеткенде арман сағымға, қуаныштан дірілдеп денем, алдына күлімдеп келем. Ажалмен айқасқан сәтте қыршын жас көз ілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдына лапылдап келем, жарылуға жақындап келем. Жақсы. Сымбат? Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіммен қоштаспадыммен, күлкімді, жайлылығымды, азапты қайғымды өзіммен бөліскенім үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенім үшін, өлең мен сені аялап өтем. Жақсы. Өлеңмен таныстық, Енді өлеңге талдау жасайықшы. Өлеңнің авторы кім? Фариза Оңғарсынова.
өлеңнің тақырыбы қандай? Не туралы өлең немесе кім туралы деген сұраққа жауап береміз тақырыбын анықтау үшін. Иә. Махаббат, иә. Ақынның өлеңге деген құрметі деуге болады, иә. Идеясы қандай? Автор осы арқылы қандай ой тастайды оқырманға? өлеңнің ана болуын Иә. өлеңнің құдіреті, өлеңнің қандай қиын тақырыптарды жеңіл жеткізеді. Дұрыс айтасың. Яғни біздің қазақ халқының өзі туымысынан өлеңмен жаратылған халық қой, иә. Абайдың өзі туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең дейді. Яғни бүкіл болмысы, бүкіл өмірі өлеңге сиятын халықтың тағдыры да, өмірі де, барлық тұрмыс тіршілігі де өлеңге байланысты. Сол өлеңді қалай құрметтеу керек, өлеңге деген сүйіспеншілік, жалпы өлеңнің қадір қасиетін оқырманға таныту бұл жердегі автордың басты несі деуге болады. Міндет, мақсаты, идеясы деуге болады. Жанры қандай? Поэзия. Оны қалай анықтап отырсыздар? Себебі өлеңмен жазылғандықтан, иә, жақсы. Поэзияның ішінде қандай тегі? Лирика, дұрыс айтасыздар. Неше шумақтан тұрады өлең, қараңызшы? 7. Себебі 6 ма 7 ме? Себебі мына жерде ажалмен айқасқан сәтте қыршын жас көзілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдыңа лапылдап келем, жарылуға жақындап келем деген бір шумақ. Жақсы, сонда 6 шумақ. Қанша тармақ бар санай қойыңыздар? Өлеңнің әр жолын тармақ деп айтатын едік қой, иә? Сіздер өлеңді жақсы талдайсыздар, өлеңді түсінесіздер. Неше тармақ бар екен? 36 тармақ бар. Яғни тармақ өлеңнің әр жолы. Енді неше бунақ бар? Бунақ деп отырғанымыз өлеңнің әр жолында неше пауза жасаймыз? Дара күндерімнің, нала түндерімнің, серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін, мен сені аялаймын. Неше пауза жасап тұрмыз? Яғни бұл не деген сөз? Дұрыс айтасыздар, 2 бунақ. Неше буын бар екен? Өлеңнің әр жолындағы, дұрыс айтасыз, дауыстылардың саны, яғни 6-7 буынды өлең екен. Ұйқасына назар аударыңызшы. Ұйқасқа назар аудару үшін бізде әдеби теориялық ұғым бар. Жалпы қазақ өлеңінде бірнеше ұйқас бар. Сонау Абайдан бастау алатын жалпы қазақтың қара өлеңі, шал ұйқас, кезектес ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас. Осы жерде қандай ұйқас бар екен? Бірінші әдебиет теориялық ұғыммен танысып өтейік. Меруерт оқи ғой, сіздерде 204 бетте. Сөз соңының бірде немесе бірдеге жақын естілуін өлең ұйқасы деп атайды. Ұйқас өлеңнің сырты түріне ғана емес, ішкі сырына тікелей қатысты. Қазақ поэзиясында ұйқастардың түрі көп, бұлардың ең негізгісі және жиі қолданылатынын алады. Қара өлең ұйқасы, шұғыртпалы ұйқас, ұйқас, кезекті ұйқас, шалыс ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас, осы күнге ерікті ұйқастар. Қара өлеңдерде жиі кездесетіндері қара өлең, кезекті және шалыс ұйқастар. Жақсы. Сіздерге және жақшаның ішінде беріп кетіп тұр. А, Б, А деген сөз бірінші, екінші және төртінші тармақтар үндесіп жатыр деген сөз. Бұл қандай ұйқас? Қара өлең ұйқас. Яғни 3 Б болып тұрма, ол бөлек жатыр. Немесе А. Бұл шұбыртпалы ұйқас. Яғни өлеңнің бүкіл 4 тармағы, 6 тармағы ұйқас үндесіп жататын болса, шұбыртпалы ұйқас. Немесе А, Б, В, Б. Ұйқасын табыңызшы, қай жолдар ұйқасып тұр? Екінші және 4 дұрыс айтасың, кезектес ұйқас. Ал шалыс ұйқас осыған ұқсайды, бірақ 1 мен 3-те үндесіп жату керек, дұрыс. Енді осыған назар аудара отырып, жаңағы өлең мен сені аялап өтем деген өлеңіміздің ұйқасын анықтайықшы. Қандай ұйқас бар? Қайдан тауып отырсыздар? Күндерімнің, түндерімнің болғаның үшін, иә? А, Б, Б. Екіншісін қарайық. Пасықтығынан, жасып мұңынан. А,
дұрсақ. Б. Дұрсақ. Күлкісін көріп. А. қалған шағында арман сағында Б. Бұл В. Дұрыс айтасыздар. Яғни қатар тұрған екі жолдың немесе екі тармақтың үндесіп ұйқасып жатуын қандай ұйқас дейміз? Егіз ұйқас дейміз. Сонда бұл өлеңнің ұйқасын анықтадық. Автор стиліне баға берейікші. Бұл жердегі лирикалық қаһарман кім? Автордың. Яғни Фариза ақынның өзі лирикалық қаһарман. Өлеңнің тіліне талдау жасауымыз қажет. Яғни автор осы өлең арқылы қандай көркемдегіш құралдарды қолданып тұр. Бұл жерде эпитет табамыз, теңеуді табамыз және қайталау табамыз. Бұлар айшықтау тәсілдері. Өлеңге назар аудара отырыңыздар, сосын бір шолып шығып жауап. Қандай эпитеттер бар? Эпитет дегеніміз не? Естеріңізге түсірейікші. Иә. Дұрыс. Немесе қандай қай деген сұраққа жауап беріп тұрады. Бір нәрсенің құбылыстың ерекше қабілетін таныту үшін көркем тіркес қолдану, иә? Ал қандай? Дұрыс. Қандай күндерімнің? Дара күндерімнің. Қандай түндерімнің? Нала түндерімнің. Иә, қандай жас? Дұрыс. Сосын? Дұрыс. Қандай сезім? Дұрыс айтасыздар. Қандай күнім? Қандай тағдыр? Ақынның қиындау тағдыры. Бұлар эпитеттер, яғни беріліп тұрған сөздердің айрықша қасиетін таныту үшін қолданып тұрған көркем тіркестер. Ал теңеу, теңеудің өзінің жасалу жолдары бар, оны табу қиын емес. Қалай жасалатын еді теңеу? Дұрыс айтасыздар. Және сияқты, секілді деген шылаулармен немесе дайди, тайди жұрнақтармен жасалады. Ал осы өлең жолдарында теңеулер бар ма? Дұрыс айтасыздар. Ақын өзінің арман мақсатына жеткендей деген теңеумен қолданып тұр. Яғни дайдимен жасалып тұр. Тағы теңеу бар ма? Осы дұрыс, иә, басы болды. Осы бірақ теңеу қолданып тұр. Енді келесі табуымыз қажет қайталау түрлерін. Өлеңде қайталаулар бар ма? Бір сөзді айрықша таныту үшін автордың стилі қайталауларды қолданып тұр. Иә, болғаның үшін. Сосын? Иә. Дұрыс айтасыздар. Сосын аялаймын, аялап өтем, өлең мен сені аялаймын деген сөздер. Дұрыс. Яғни өлең тіліне талдау жасадық, айшықтаумен құбылтуды таптық. Келесі бізде енді ұйқасын табу әдісі арқылы сіздерге мен өзім ұйқас беріп қойдым. Бірінші тапсырмамыз Фариза ақын туралы өлең жазыңдар. Ұйқасымыз А, Б, Ә, Б. Бұл қандай ұйқас? А, кезектес ұйқас. Яғни 1 мен 3 бос жатады. Тек нені ұйқастырасыздар? 2-ні және 4-ті ұйқастырамыз. Ал алдын өре қойыңызшы. Кішкене 1-2 минут ойланайық. Алдын өрейік. Қайсысы сіздерге ыңғайлы? Өлең туралы, поэзия падишасы туралы. Келесі. Ұйқасымыз А, Б, А. Бұл қандай ұйқас? Дұрыс айтасыздар. Еленбеген, көбемдеген, 3-ші жол бос жатады. Өлеңменен. А, Б, А. Бұл қазақтың қара өлеңі. Мына жерде бос жатыр 1-ші жолы. Оны өзіңіз бересіздер, қандай жолмен, қандай ұйқаспен бересіздер. Сыйлы үні. 3-ші тармағымыз бос жатыр. 4-ші тармағымыз символы. Сыйлыны символы. 2 мен 4 ұйқасып тұр. Бұл кезектес. Ал өлең жаза қойыңыздар сіздер. Бұл біздегі екінші оқу мақсаты еді. Автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жасау. Тақырыптарыңыз сол. Фариза ақын туралы, өлең туралы, жалпы поэзия туралы бүгінгі тақырыппен байланыстырсаңыз болады. Арамызда Фариза ақынның ізбасарлары да бар шығар қазір. Жазған өлеңдеріңізден
Қараймыз. Қай ұйқаспен қайсысына жаза аласыздар, соны жазыңыздар, иә? Ал шығармашылық жұмыстарын аяқтап қалған оқушылар болса, бастап оқи берсек болады. Ана көп нүкте тұрған жерлерді бос өзіңіз құрайсыздар ғой, алдарың. Сіздерге бастысы беріліп тұрған ұйқасы сақтауыңыз қажет. Ал аяқтап қалған оқушылар бар ма екен? Жансая болды, тағы кім болды? Жанерке болды. Ал бастап оқи берейік. Болған оқушылар тыңдайық, иә? Қалғандарыңыз қазір ойларыңызды жинақтап, қорытындылай беріңіздер. Жансая бастап оқи қойып. Үшінші тармағын қайтадан оқып жіберші. Дұрыс, иә? Екінші тапсырма бойынша өлең туралы, Фариза ақын туралы қара өлең ұйқасымен жазып шықты Жансая. Жанерке? Қиын шақта ана тілін үйренбеген, Фариза апам сөз жырымен көбейтеген, қалдырды ұрпағына мол азықта, құдіретін ұғындырды өлеңмен. Дұрыс. Кімде? Жанерке де қара өлең ұйқасымен жазып отыр, иә? Фариза ақын туралы. Жақсы, жарайсыңдар. Тағы кім болды? Самал болған сияқты. Шама жаздың ғой. Кішкене ұйқаспай тұрған сияқты ма? Енді сіздер кәсіби мықты ақын емессіздер ғой. Сіздердің мүмкін кейбіреулеріңіздің тырнақалы туындыларыңыз бұл. Осылай қалыптасасыздар. Және біздің бүгінгі тақырып бойынша автор стилін түсіне отырып, сол шығармашылық жұмыс жасай алуымыз. Тағы кім болды? Амина, Дамир. Сымбат болдың ба? Шабыт келмей жатыр ма? Мына біріншісімен алсаңыз да болады ғой. Алды бос жатырады, оны өзіңіз білесіз, қалай құрайсыздар. Кімнің сыйлығын, кім туралы айтасыздар ана жерде түсінікті. Сосын ненің символы ретінде алуға болады?
Фариза апамызда. Сол алдын солы оймен өрбітіп алсаңыздар болады. Сымбат болған сияқты, я? Жазған өлеңін үйренбеген, бірақ оқырман жанын көремін. Өлеңмен серік болып, сөзіме ерік беремін. Сөзіме Ерік беремін. Жақсы. Сымбат та король ұйқасымен жазыпты. Кезектес ұйқас қиындау болып отырма сіздерге? Іңкәр? Қалай өрдің? Ал біріншісін өзіміз өріп қарайықшы. Менімен ілесіп отырып айтыңызшы, ал мен айтайын. Ізгілікке жетелейтін әрдайым бірінші жолымыз, я? Кімнің сыйлығын деп аламыз мына ой бойынша? Я? Ел ішінде сыйлыны, дұрыс. Ел ішінде Фаризаның сыйлыны, я? Жақсылыққа жетелеумен ұрпақты кім ненің символы? Фариза ақын поэзияның символы. Дұрыс? Осылай өруге болады ғой. Болады ма? Иә, Фариза ақын поэзия символы. Келесі тапсырмамыз бізде Синквейн әдісі бойынша 5 жолды өлең жазуымыз қажет. Бұл тапсырманы сіздер орындап жүрсіздер. Жақсы таныс. 5 жолды өлеңде 5 тармақтан тұрады. Бірінші кім? Фариза. Екінші тармағына не жазасыздар? Осы Фариза туралы екісін есім айтасыздар. Дұрыс. Фариза ақын қандай? Екісін есімен береміз. Үшінші тармақта Фариза ақын не істеді? Әдебиетте халық үшін, жалпы өлең үшін, өмірімен, өлеңімен. Соны үш етістікпен бересіздер. Төртінші тармақта сөйлеммен жазасыздар Фариза ақын туралы. Сосын 5-ші тармағында осы тақырыбыңыздың, яғни Фариза Оңғарсынова деген кім деген сұраққа жауап беретін синониммен жеткізесіздер. Ал 5 жолды өлең, бұл да шығармашылық жұмыс. Зат есім Фариза, екісін есім, үш етістік, бір сөйлем, бір синоним. Сұрақ болса сұрауға болады. Түсінікті ғой, ә? Фариза ақынның өлеңі туралы қандай, немесе мінез құлық туралы айтуға болады? Фариза ақын қандай? Екісін есім. Не істеді? Үш етістік. Сосын сөйлем құраңыздар. Сосын синоним.
фариза дегенде қай сөзбен алмастыра аласыздар? Сымбат болған сияқты. Тағы кім болды? Қазір тыңдаймыз. Іңкәр аяқтадың ба? Ал бастап Сымбаттан жауабын тыңдайық. Синквейн әдісі бойынша 5 жолды өлеңді қалай жаздық? Фариза сыйлы, талантты, поэзия жазды, өлеңді аялады, жақсылыққа шақырды. Дұрыс-ақ. Фариза оңғарсынова 1939 жылы өмірге келді. Фариза халық жазушысы. Бәрекелді. 5 жолды өлеңді жазып шықты. Келесі Іңкәр. Фариза жарқын жұлдыз, сыйлы жан, ешкімге ұқсамады, өлең шығатын мұғалім болды. Фариза поэзиясында шындық өте айқын көрініс тапқан. Поэзия падишасы. Жарайсың, тамаша. Тағы кімде қандай жауаптар бар? Меруерт. Фариза дана, көркем мінезді, өлең жазды, мұра қалдырды, елді мейірімділікке шақырды. Фариза оңғарсынова іштегі жан сырын өлеңмен ұштастыра білді. Поэзия падишасы. Тамаша. Жанерке. Фариза талантты, жауапты, өлең шығарады, халыққа жеткізеді, еліне қызмет етеді. Фариза ақынның поэзияда орны синоним ақын. Дұрыс-ақ. Тамаша. Фариза ақынның бейнесін аша алдық. Дамир. Фариза дарынды, сыйлы, өлең жазды, поэзияға жетеледі, оқырманға ой жеткізді. Фариза ақын қазақ поэзиясының символы, поэзия ханшайымы. Тек оқырманға ой жеткізді демейік. Оқырманға ой салды немесе ой тастады дейміз. Ал ой жеткізді деген етістікпен қолданатын болсақ, қандай ой жеткізгенін айта кетуіміз қажет. Қалғандары өте дұрыс жауабыңыз. Нұрлыбек. Аяқтамадың ба? Амина. Фариза ақынның бейнесін синониммен беру, сын есіммен беру, етістікпен беру, сөйлеммен беру. Сұңғат. Фариза шыншыл, өнерлі, поэзияға өмірін арнады, өлеңге деген махаббатын жеткізді, өлеңнің құдіреттілігін жеткізді. Фариза ақынды поэзияның символы ретінде алуға болады. Ақын деген, жақсы. Жалпы түсінікті ғой, 5 жолды өлеңді Синквейн әдісі бойынша бұл бір жағынан қазақ тілі пәнімен байланыс істеуге болады әдебиет пәнінің. Себебі сіздер сөз табы арқылы мына жерде ақынның бейнесін ашып отырсыздар, сөйлем құрай отырсыздар. Пәнаралық байланыс істеуге де болады. Жақсы. Енді бізде пәнаралық байланысты мына жерде басқа авторлармен байланыстырып кетейік. Сіздерде оқулықта 205 бетті аша қойыңыздар. Жақсы балалар. Енді Фариза ақынның өлең туралы өлеңін өзінің қаламдас қаламгерлер Мұқағали және Ақштап Бақтиева қалай жырлаған екен, өлең туралы, поэзия туралы, соны салыстырайық ақындарда. Мына жерде 205 бетте сіздерге Мұқағали Мақатаевтың өлең туралы өлеңін біздер Бекзат оқып берсін. Әдемі қылып мәнерлеп оқи ғой. Өлең менің бар тынысым, жақсы сөзім жаны игі халқым үшін. Атақ болып, бақ болып, даңқ болып, біреулерден жүрген жоқ ақыл үшін. Ойлы жас, өлең менің сырласымдай, сырлассам да тұмарды жоқ басылмай. Айтып өткен ақында арманым бар ма, жүрегінің түбіне кір жасады.
Айтып өткен ақында арман бар ма? Жүрегінің түбіне кір жасырмай. Қандай тамаша сөздер. Жақсы, енді өлең туралы Ақштап Бақтыгереева не дейді екен? Әңкәр, оқи ғой. Өлең деген құдірет қой шынында, талант керек кейде оны ұғуға. Ұлағатта, тіршілікте сырда, үңілісі жатыр баба жырында. Ең алғашқы әдейіде ананың басталады ұйқасымен өлеңмен. Мейірімде ән сазымен тарайды, тұрады әннен тірлік таңарайды. Жақсы балалар, Мұқағали ақынның, Ақштап ақынның өлеңімен таныстық. Мына жолдарға назар аударыңызшы. Ең алғашқы әлдейде ананың басталады ұйқасымен өлеңнің. Яғни біз мана сабақтың басында айтып кеттік, қазақтың бүкіл өмірі өлеңмен байланысты. Бесік жыры бастапқы бала сәби дүниеге іңгәлап келгеннен бастап сол өлеңмен бүкіл өмірін өрген халықпыз. Ал Мұқағали Мақатаев өлеңді қалай қадірлейді, қалай құрметтейді? Тыныс дегеніміз не ол? Ауамыз, демалысымыз. Яғни ол өлеңді өзіне жан рахат үшін жазады. Бұл атақ үшін жазама, мына жерде қараңыздар. Бақ үшін жазама, даңқ үшін жазама? Жоқ, біреулерден артылу үшін жазып жүрген жоқпын дейді. Ол өзінің жан рахат үшін, өзінің сезім, көңіл күйін жеткізу үшін, соны қағазға түсіру үшін. Ал Ақштап ақын не дейді? Өлеңді құдіретке теңейді. Бұл жерде өлеңде ұлағат та бар, бүкіл тіршілікте бар дейді. Тіршілікте отырғаны жаңағы ананың әлдейінен бастап ақынның жалпы өлеңімен бүкіл жоқтаумен өлеңді бесік жырмен бастаймыз, жоқтаумен аяқтаймыз ғой, дұрыс қой. Бұл жердегі тіршілікте ұлағатта өлеңде жатыр деп Ақштап Бақтыгереева осымен өріктеді. Сонда үш ақын, Фариз ақын өлеңді аялайды. Ол бүкіл сырласы, бүкіл дара күндерінде, нала түндерінде өлеңмен сырласындай бағалайды. Ал Мұқағали ақын тынысындай бағалайды. Ақштап ақын оны тіршіліктің нәрі, оны құдірет деп ұғынады. Жақсы, бұл ақындардың арасындағы өлең туралы сабақтастық, жалпы қаламдас қаламгерлердің осы өлең туралы ой өрбітуі. Жақсы, сіздердің ойыңызша өлең деген не? Бізде арамызда ақын оқушыларымыз бар, өлең жазып жүрген оқушылар бар, енді тырнақал туындыларын жазып жүрген оқушылар бар. Жалпы өлең деген не сіздің түсінігіңізде? Немесе өздеріңіз өлең оқисыздар, өлең жазбағанның өзінде. Басқа ақындардың өлеңін оқимыз, Осы Фариз ақынның өлең мен сені аялап өтем өлеңімен сабағымызды қорытындылайықшы. Талант дейміз. Яғни ол өлеңді жазатын ақынға берілетін. Кез келген адам ақын болады ма? Жоқ. Ол бір құдіреттің сыйы деуге болады. Яғни ақын өзінің бүкіл болмысын, сезім ерін. Өзінің сезімінен үлкен мағынаға ие туындыларын. Не үшін аялаймын деп отыр? Сонда түсінікті ғой, жақсы. Енді бір-біріңізді бағалаңызшы, бүгінгі сабақ бойынша кімнің жауабы ұнады сіздерге? Кім тапсырманы қаншалықты орындады? Тамаша, барлығы түсінікті. Немесе жаман емес, айтуы орташа болды қай оқушының. Немесе нашар тақырыпты аша алмады. Қай оқушы туралы айта аласыздар? Дана? Сызбатпен және төмен айтқан сөздеріне тамаша деген баға берер едім. Яғни бас бармақпен бағалайсың, Жақсы. Орташа бағалайтындарыңыз бар ма бұлай? Жақсы, ол өте жақсы. Жақсы жауап берген оқушылар жоқ па не ішімізде? Бар ғой. Кімдерге бағалар едің? Жәнекеге тамаша бағалар. Дұрыс-ақ? Өлеңі өте түсінікті, ритмасы жақсы, әдемі өлең жазған. Жарайсың, саған ұнады. Яғни жауабы тапсырманы орындау. Меруерт, саған? Жансаяның жауабы ұнады, Бас бармақ па? Жақсы. Нашар деген бағаны қоясыздар ма бір-біріңізге? Жоқ. Ертең келесі тақырыпта, келесі сабақта тағы да ол оқушы толықтырады.
иә, өзінің жетпеген тұсын немесе түсінбеген тұсын ары қарай алып кетеді деп ойлайсыз ғой, иә? Жақсы. Жақсы балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Рефлексия, яғни сіздер сабақты қаншақты меңгердіңіздер, не түйдіңіздер, не білдіңіздер, осыған дейін не білетін едіңіздер, немесе не нәрсені білгіңіз келеді. Соны 2 жұлдыз бір тілек стратегиясымен жеткізейік. Яғни 2 жұлдыз дегенде өзіңізге ұнаған сабақта немесе автордың шығармасы бойынша 2 нәрсені жазасыздар. А бір тілек деген кезде өзіңіз жетілдіру керек, әлі білгіңіз келетін нәрсе немесе бір-біріңізге тілек. Иә? Мына жерде 2 оқушы шыға қояйық, Қуандық және Самал. Өздеріңіздің қатарыңызға таратып шыға қойыңыздар мына стикерлерді, осыған жазасыздар. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс бере қоясыздар. Екі жұлдызша салып, ұнаған нәрсені жаза қойсаңыз болады. Сосын бір конвертке өзіңіздің тілегіңіз немесе ұсынысыңыз. Бір сөз тіркесімен берсеңіз болады, немесе бір сөйлеммен берсеңіз болады, ондай ұзақ қажет емес. Ал кезекті кері байланысқа берейік. Меруерт, қандай 2 жұлдызың бар, қандай бір тілегің бар? Бүгінгі сабақтың негізгі тақырыбы және Фариза ақынның шеберлігі және оқушылардың берген жауаптары. Көңіліңнен шықты ма? Бірте абайға түсінікті әрі қызық сабақтар. Жақсы, рахмет сіздерге. Жанерге? және оқушылардың белсенді қатысқандығы ерекше. Және ұсыныс берген жаңа ақпараттарды қосып, тағы да қызықты Мәліметтер білген. мәліметтер қосып. Жақсы. Ұсынысын қабылданды. Тағы қандай? Дана? Жауаптары ұнады, иә? Кімге тілек айтасың? Немесе ұсынысың бар ма? Иә, қандай тілек айтасың? Өнерің үстем болсын деп па? Сен де ақын бол дейсің ғой, Фариза ақын сияқты, иә? Жақсы. Сымбат? Жұлдыз номер абылайдың сымбалы өте керемет етті. Оған ұнады. Фариза ақынымыздың өлеңі жүрекке тиді. Тілек сізге айтқым келеді. Осылайша 10-ші классқа дейін бізге керемет апай болып сабақ беріп жүрегіңіз бақытты. Жақсы, рахмет, қуаныштымын. Нұрлыбектің жауабын тыңдағым келіп отыр. Сабақ ұнады, өте жақсы, өте түсінікті болып, білмей жүрген ақпараттарды Білдің, иә? Кімге тілек айтасың? тілегімді сізге айтқым келеді. Абай атамыз сияқты мықты ақын болуыңызға. Әмин, рахмет. Іңкәр? Фаризаның шығармашылығымен толық танысып, өлең айтқан болдым. Сізге алдағы шығармашылығыңызда тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Дамир? Сабақ өте қызықты өтті. Балаларымызға өте қатысты. Тек осы сама нәрсеге айтқым келеді.
яғни сіздер көп нәрсені білдіңіздер. Сабақ бұл оқу мақсатына жеттік деген сөз ғой, иә? Яғни біз шығарманы талдадық, айшықтау мен құбылтуды таптық, автор стиліне баға бердік және соған сүйене отырып өзіңіз шығармашылық жұмыс жасадыңыз. Біз, яғни бүгінгі сабағымыз кері байланыс жасай алдыңыз, яғни оқу мақсатына жеттік деген сөз. Самалдың сөзін тыңдайық, сосын Самал мен Қуандық жинай қойсын, стикерлерді қалғандарын сол жерден оқимын жауаптарыңыз, иә? Жақсылық па? Жақсы, рахмет. Ал екеуіңіз жинай қойыңыздар, жаңа кім? Қуандық, Самал. Қалғандарыңыздың жауаптарыңызды сол стикерден оқырмын бұйырса. Енді мына жерде бізде үй тапсырмасы берілген, рефлексиядан кейін. Үй тапсырмасын жазып ала қояйық. Үйге тапсырма. Осы өлең мен сені аялап өтем деген өлеңді жаттау. Сосын қосымша тапсырма мына жерде сілтеме беріліп тұр. Осы жердегі менің сүйікті ақыным Фариза Оңғарсынова деген 7 минуттық бағдарлама берілген. Иә? Соның сілтемесі берілген. Сол видеоны қарап шықсаңыздар, жаңағы Жанеркенің айтқан ұсынысын өздеріңіз орындай алғандарыңыз. Сосын келесіде сабақта жалғастырамыз. Жақсы ма? Сұрақ бар ма? Жақсы, рахмет. Ендеше сабақ аяқталды. Сау болыңыз.